Ассалаумағалейкум оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін тағы да сіздермен бірге кезекті сатылымдағы жерге келіп тұрмын. Байқап қарасаңыздар, осындай керемет су жаңа ремонтымен евро ремонт жүйреміз сатылымға шыққалы отыр. Енді осы видеоны соңына дейін көріңіздер, сіздерді қазір толықтай таныстырып шығатын боламын. Енді мен қазір үйдің бірден ішінен бастап тұрмын. Сіздерге қазір сыртын барлығын таныстырып шығатын боламын. Енді кіре берісінен бастайық. Міне бұл үйіміздің кіреберіс аймағымыз, сыртқы есігіміз, осындай әдемі есігіміз қойылған. Үйіміз автономдық газбен жылиды. Үйге барлық коммуникация түрлері кіргізілген. Кіреберіс аймағымыз, мына тұста осындай қол жуатын орнымыз бар. Енді келесі кезекке қарай өтейік. Енді бұл бізде холл, және де осындай ас ішетін орнымыз бар. Енді бұл үй алдағы уақытта жас отбасыларға керемет вариант, немесе этаж үй алғанша осындай әдемі жер үй алыңыздар. Өзінің ауласымен, осындай әдемі ремонтымен кіріп келгеніңізде барлығы сезіледі. Аурасы, жалпы үйдің барлығы таза, ашық цветте жасалған барлығы. Міне бұл ас жиһазымыз, ас ішетін орнымыз, осындай әдемі гүліміз қойылған екен. Енді жатын бөлмеге қарай өтейік. Мұнда үйдің бірінші жатын бөлмесі бар. Үйіміздің еңсесі де биік, және де алдағы уақытта жерімізге жаңадан жер үй салғансаңыздар да болады. Жері үлкен. Енді міне бұл үйіміздің қонақ бөлмесі. Қонақ бөлмесінде осындай екі үлкен тереземіз қойылған. Осындай керемет люстра, кондеріміз жұмыс жасап тұр. Енді мұнда үйдің екінші жатын бөлмесі. Осы үйіміз сатылымда. Енді келесі кезекте аулаға қарай өтіп сіздерді бір таныстырып жіберейін. Енді ол міне ауламыздың көрінісі. Ауламыздың сырты осындай әдемі травертімен қапталған. Үйдің салынған жылы 2014 жылға қам-кесектен соғылған. Енді ауламыздың көрінісі міне осындай. Алдағы уақытта жер үй салуға әдемі орнымыз бар. Тап-таза, артық ештеңе жоқ. Толықтай қоршалған. Үйіміздің сыртқы көрінісі міне осындай әдемі пескаблокпен де қоршалған. Енді сіздерге тұрған жерін бір көрсетіп жіберейін. Мынау көшеміздің көрінісі. Үйіміздің сыртқы көрінісі осындай болады. Мынау алдымыздағы Жас Алаш көшесі. Жас Алаш көшесі. Үйіміз осы жерде орналасқан. Енді осы үй сатылымда толық ақпарат білу үшін астында көрсетілген телефон нөмірге хабарласыңыздар.